Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге осындай әдемі светильник жасауды үйрететін боламын. Біз бірге осындай настольный светильник деп атайды. Қазақша үстел үстіне қоятын светильник деп айтсақ болады. Осындай светильник жасаймыз бәріміз бірге отырып. Так, біз бұл светильникті жасаған кезде ешқандай материал қолданған жоқпыз, тек осындай қалдықтар қолдандық. Қалдықтар, сіздер біле шығарсыздар, бізде изолонмен айналысатын қыздарда қалдықтар өте көп қалады. Және де мынандай, осы светильникке тек қана мен осындай плафон қолданамын, настольный плафон. Бұл плафондар строительный магазиндерде сатылады, бірақ өте сирек кездеседі. Мен сразу изолонды заказ берген кезде изолонмен бірге сразу заказ берем. Изолон сататын жерде Алматыда дәл осындай плафондар сатылады. 800 теңге тұрады бізде Алматыда. Өте ыңғайлы. Және де мына жерде проводын қалай жалғау керек, электричествосын қалай қосудың бәрін көрсетем. Қазір қысқаша түсіндіріп кетейін, бірақ видеоның ортасында, аяқ жағында толық көрсетем. Даже өз қолыммен жалғап көрсетемін. Бұны ешкімнен сұрамасаңыз да болады, өзіңіз істей аласыз, өте оңай. Главный ұмытпаңыздар. Мынау шнурда коричневый цвет болады, и бір жағы көк цвет болады. Соны шатастырмау керек. Енді электричествомен ойнауға болмайды. Сол себепті өте мұқият болыңыздар. Мына жерде L деген әріп бар, және N деген әріп болады. Видеода көріне ма, көрінбей ма, бірақ L, N деген әріптер болады. Коричневый цвет бар ғой, коричневыйды біз L деген әріпке саламыз, ал көкті N деген әріпке саламыз. Ал енді тағы да айта кететінім, біз мынандай плафондар білесіздер ма? Осы плафондардан біз үлкен светильниктер жасаймыз. Яғни тұрып тұратын биіктігі 1,5-2 метрге дейінгі светильниктерге, ростовой светильниктерге осы плафонды қолданамын. Бұл өте ыңғайлы, себебі трубаға кигізілетін жері дайын, 20 сантиметр диаметрлікте кигізеді, және осындай кішкентай проводты жалғайтын өзінің несі бар. Бұмен жалғағанда ешқандай минус плюсы жоқ, андай жалғай бересіз, ешқандай аты жоқ. Так, енді гүлді қалай жасаймыз? Светильникті қалай жасаймыз? Бізге көп қалдық керек болады. Осындай қалдықтардан жасап жатырмын мен. Және де осы қалдықтар әртүрлі болса бола береді. Мен бұл жерде 3 мм менде мына қалдықтар 3 мм-лік ақ изолон. Себебі менде 3 мм-лік изолондар өте көп, бірақ 2 мм-ден де 1 мм-ден де жасай берсеңіздер болады. Осы изолон өте әдемі жанған кезде өте әдемі көрінеді. Ақ изолонға обязательно бір басқа цвет қосу керек та, себебі қызық болады, адамды қызықтырады. Жанған кезде аппақ светильникпен қызыл қосылғанда өте әдемі көрінеді жанған кезде. Сол себепті ортасына фуксия деген цвет қостым. Ол да изолон, фуксия, ол да қалдықтан жасалған. Мен осы жерде ешқандай не қосқан жоқпын. Мына жерде кішкентай орын қалды, осы жерге жабыстырып көрсетемін. Жабыстырылуы енді өте оңай. Кеше бастағам, кішкене орында сіздерге көрсету үшін қалдырып қойдым. Қазір бірге жасаймыз. Қалай қырқамыз? Бірінші қалдығын аласыз. Айтпақшы, бізге мынандай фоамиран керек болады. Фоамиранның да қалдығын жинап жүру керек, себебі өте кішкентай мөлшерде керек бізге фоамиран. Так, қалдықты аламыз. Оған міне осындай қырқуларыңыз керек жапырақты. Бір лепестокты бір қалдықтан қырқамыз. Лепестоктың биіктігі 5 сантиметр болады деймін. Өлшеп көрмен, бірақ видеоның астында қалдырам өлшемдерін. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша бұдан да үлкен қылып қырқсаңыз болады жапырақтарын. Ал бұдан да кіші қылып қырқсаңыз да болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Енді бізге фен керек болады. Кәдімгі фен, строительный фен қолданамыз.
гүл істеп жүрген қыздар білетін шығар, иә. Шаш кептіретін фен болмайды, строительный фен керек. Мен осы строительный фенді қолданамын. Бұл фен менде уже 5-6 жыл болды, әлі істеп тұр, жақсы. Фирмасы қалай еді? Қазір мен сіздерге осымен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетемін. Фен өте жақсы, ыңғайлы және тез болады. И фенмен изолонның өзіне жабыстыра берсеңіздер болады. Изолон бір-біріне осы фен арқылы жабысады. Артында осындай скоростары бар. Мен 7-8-ге қойып қоям. 8-ге қойып қояйын. И мына жеріне тағы да 3-ге дейін скорост болады. Соны 2-ге қойып қоямыз. Мен осылай жұмыс істеймін. Енді осы фенді қыздырып қоямыз. Гүлдің бас жағын қыздырасыз да, осылай не жасаймыз. Бас жағын майыстырып қоямыз осылай. Қолыңызбен қысып жіберсеңіз өзі тез жабысады. Барлық жапырақтарды осылай жасап шығасыз. Енді біз осылай барлық жапырақтарға жасап болғаннан кейін 5 жапырақты бір-біріне біріктіреміз. Ол да фен арқылы. Мына 2 жапырақты аламыз да бір-біріне жабыстырамыз. Осылай бір гүлге 5 жапырақ кетеді. Айналдыра жабыстырып шығамыз. Міне осылай бізде бір светильникке дәл осындай 5 жапырақты гүлден 33-34 штук кетті бір светильникке. Міне осындай кішігірім, осындай кішкентай гүл шығады. Қаттырақ жабыстырамыз бір-біріне. Осындай гүлден бізге 33-34 штук керек. Менде осы бір плафонға 33-34 штук гүл кетті. Фуксия деген цветті санамағанда. Бір-біріне өте тығыз жабыстыру керек. Сол себепті жаңа әдемі көрінеді, егер тығыз жабыстырсаңыз, артына клей жағып тығыз жабыстырамыз. Барлық жеріне шамамен 33-34 гүл кетеді осындай. Так, клейді қосып қояйық. Осы жерге газ жабыстырып көрсетеміз сіздерге. Так, міне маған керек гүлдердің бәрін жасап қойдым.
Қазір енді осыны плафонға жабыстырамыз. Және де біз фоамиранан осындай көбелектер қырқамыз. Өте кішкентай көбелектер. Ол үшін осындай фоамираны полоска қырқып аласыздар. Бір 2 сантиметр ма, 1,5 сантиметр шығады ені. Осыны екіге бүктейміз. Бізге негізі кубик керек. 4 бұрышты фоамиран керек осындай көлемде. Фоамираның қалдықтарынан, міне осындай фоамиран керек. Фоамираның қалдықтарынан жасасаңыз болады. Дәл осыны көбелек тәрізді қырқамыз. 4 қанатымен негізі гүлге де ұқсайды. Және де көбелекке де ұқсайды. Так, енді мынаны жабыстыруды бастаймыз. Артыңғы жағына ыстық клей жағып, гүлге өте тығыз етіп жабыстырамыз. Ашып аласыз басқа гүлдердің жапырақтарын, және қасына сәл тығыздап жабыстырсаңыз әдемі көрінеді. Осы тәртіппен қалған гүлдерді жабыстырып шығамыз. Енді мына фоамираннан жасалған көбелектерді әр гүлдің ортасына жабыстырып шығамыз. Артына клей жағып, міне осылай ақ гүлдердің дәл ортасына жабыстырып шығамыз. Негізі мен жаңағындай гүлге көбелек қомып тұрған сияқты етіп қырыққанмын, көбелекке ұқсатып. Гүлге де ұқсайды, көбелекке де ұқсайды. Өзіңіздің фантазияңызға қарай неше түрлі нәрсе жабыстыра берсеңіз болады ортасына. Үлкенірек гүл жабыстырсаңыз болады, басқа цветте, мысалы қызыл немесе сары гүл жабыстырсаңыз болады ортасына. Мен просто фоамираннан жылтырлақ қосайын дедім. Осылай барлық жеріне осы көбелектерді жабыстырып шығамыз. Мына біздің светильнигіміз почти дайын.
Қазір енді тек қана провод қосу керек, электричество қосу керек. Міне осындай қалдықтан светильник жасауға болады. Неше түрлі цветте жасасаңыздар әдемі шығады. Міне қазір мына жерге провод жалғаймыз. Қалай жалғау керектігін көрсетемін сіздерге. Ең бірінші біліп алыңыздар, обязательно біліп алыңыздар. Ұмытпаңыздар сосын. Неде плафонда мына жерінде L деген жазу болады. Қасына отвертканы ауыстырып алайын. L, N деген жазу болады. Мына жерде L деген жазу бар. Қазір бірінші несін болттарын ашып аламыз. Енді қалай жасаймыз мына? Болттар, мына провод бар, коричневый цвет бар и көк цвет бар. Коричневыйды L деген жазуға саламыз. Мына жерде көрініп тұрған шығар, L деген жазу болады. Ал мына көкті N деген жазуға кіргізем, болтпен бұрап тастаймыз. Главное, ешқашан екеуін шатастырып алмаңыздар. Шатастыруға болмайды. Егер вообще бұл жайында түсінігіңіз болмаса, онда жолдастарыңызға айтыңыздар. Осыны білетін адамға істетіп алыңыздар. Міне енді қазір менде лампочка, LED лампочка болмай тұр қазір. Кәдімгі лампочканы салып көрсетіп жатырмын, просто жағып көрсету үшін. Бірақ негізі сіздер осындай лампочка салмаңыздар, ешқашан бұндай лампочка сала алмайды. Мен просто 1-2 минут видеоға түсіру үшін ғана салып жатырмын. Негізі LED аппақ LED лампочка саласыз. LED светодиодный лампочка дейді, сондай лампочка саласыз. Бұндай лампочка ешқашан салмаңыз. Және мына артын фоамиранмен немесе изоламен жауып тастайсыз, астыңғы жағын. Сол кезде уже светильник дайын болады. Қазір сіздерге жағып көрсетейін. Сол лампочкадан ұмытпаңыздар, лампочканы шатастырып алмаңыз. Бұндай лампочка салмайсыздар. Просто менде басқа лампочка болмай тұр, сол себепті осы лампочкамен көрсетіп. Міне жанған кезде осындай болады. Міне осымен біздің онлайн мастер-классымыз аяқталды. Бүгінгі видео сабағы аяқталды. Сәттілік.